Ассалаумағалейкум, қымбатты студенттер. Кезекті дәрісіміз басталып отыр. Дәрістің тақырыбы дін философиясы. Біз бұл тақырып ауқымында діннің мәнін, сипатын, анықтамасын, күрделі феномен екендігін, әр тұрғыда түсінілетінін, философия мен діннің байланысын, діннің жүйесін, функцияларын, діни сананы, діннің пайда болу себептерін, дінге қатысты ойшылдардың көзқарастарын, елбасының дін туралы айтқандарын, халықтардың діни құрамын, діннің түрлерін, Қазақстандағы ислам дінінің ерекшеліктерін, діндегі байланыстарды және көптеген қолданылып жүрген категорияларды айтатын боламыз. Осы сияқты кейбір таяз ойлайтын, өстірт пайымдайтын азаматтардың айтқанындай емес, философияның қашанда, қай кезде де, қандай мәселені болмасын, тереңнен, тамырынан бастап, жан-жақты қарайтынына кезекті рет көз жеткізетін боламыз. Дінді зерттей алмайды. Діннің жанында философия деген нәрсе баланың ойыншығы, бауырлар. Қарапайым сөзбен айтқанда. Екіні қосса 4 болады деп отырған әшейін әңгіме ғана. Сондықтан мысалы анау атақты философтар жаңа Конфуций айтқан екен, бір нәрсе айтқан екен деген жалынды сөздер сол жалынды күйінде қап кете береді әшейін болды. Ал ендеше дінге тереңнен бойлап үңілейік. Өткен жолғыдағыдай келісіп алайық. Мұнда жазылғандардың барлығын оқымаймын. Сол себепті керек жерлерінде паузаға қойып, скриншот жасап отырғандарыңыз өте дұрыс болады. Дін әрқашанда адамның ішкі жан дүниесінде мейірімділік, шыншылдық, махаббат, сенім мен үмітті қалыптастырады. Relation деген сөзді білетіндер бірден аңғаратын шығар. Діннің негізінде бұл жерде байланыс деген сөз жатыр. Латынның religio сөзінен алып отыр, байланыс. Ал егер рені алып тастасаңыздар, legio, лига деген сөз шығады. Бұл енді ұйым, қауымдастық, команда дегенді білдіреді. Ұлттар лигасы, футбол лигасы, түсінген шығарсыздар, иә? Осы жерден йога деген сөз сабақтасып шыққан екен. Байланыс тұрғысынан алсақ, дін жоғарғы күшпен, ғарышпен, рухани, энергетикалық байланыс болып табылады екен. Әрине, сенім жатыр бұл жерде. Реттеу механизмі жатыр, регулятивтік мәні. Ішкі мазмұны жатыр. Сондықтан бұл дінді түсінудің тек бір қыры ғана. Ал скриншот жасай қойыңыздар. Діннің мәніне келсек, бұл жерден не көреміз? Байланыс, сенім, оның мәнділік сипатын, қасиеттілік, киелілік, құдіреттілік, махаббат, сыйыну, табыну, мойынсыну, оның сакралдық мәнін көреміз, оның ішінде жатқан үмітті көреміз, руханилықты көреміз, елді тәрбиелеп, ұйытуды көреміз. Не діннің мәні өте тереңде жатыр. Дін Құдайға деген махаббатты сипаттайды. Дін рухани өмірдің жандық құбылысы. Дін қоғамның әлеуметтік ой санасының жәдігерінің бір бөлігі. Дін адамдардың дүние танымы, дүниені түйсінуі, осыған байланысты қалыптасқан сенімі және жүріс тұрыс салты. Дін ешқашанда қоғамнан ажырағысыз. Дін қандай да болсын, адамды тәртіпке, реттілікке шақыратын күш. Діннің исламдық тұрғыдан түсінуіне келейік.
Дін сөзінің араб тіліндегі мағынасы сыйлық, өкім, есеп, жаза, мойынсыну, бағыну, құлшылық, шариғат, заң, жол, кей жағдайда ұлт деген ұғымды да қамтиды екен. Дін Алла тағала тарапынан жіберілген, біздің өмір сүруімізді ретке келтіретін, жан дүниемізге рухани тірек болатын заңдылықтарды, бақытқа жетелейтін жолдарды көрсетеді. Дін Алла тағала тарапынан ғана жіберіледі. Даналыққа құрылған жаратылыстың алдындағы мақсат міндеттерді айқындап береді. Екі дүниенің бақытына апаратын тура жолды көрсетеді. Бүкіл іс-әрекетімізді қайырымдылыққа, ізгілікке бағыттайды. Пайғамбарлар арқылы адамға жеткізілген Алланың бұйрықтары мен тыйымдарынан тұрады. Дін адамзат пайда болуымен бірге келе жатыр. Қазіргі ғылым мен техниканың қарыштап дамыған заманында да біздің өмірімізде. Дінді кеңес өкіметі де жоя алмады. Сондықтан дін ғаламат күш. Діни түсініктер негізінен Құдай туралы, дүниені Құдайдың жаратқаны, жанның өлмейтіні туралы, адамның тиісті өсиеттері туралы ілімдерден тұрады. Бір жағынан философияға ұқсас, алайда дін біріншіден сенімді қажет етеді, екіншіден илануды қажет етеді. Және дінде дәлелдеу жоқ, тек мойынсыну керек. Ал философияшы, философия өз тұжырымдарын қашанда дәлелдеуге ұмтылады. Логикалық пайымдаулар, идеялар, теориялық жүйелер, қорытындылар, сыни тұрғыдан ойлау. Бұл философияның арқауы. Сондықтан философиялық ой қасаң қағидалардан азат. Ал бұл дінде күнә болып саналады. Философия автономды. Философияда зерде тәуелсіз, ешқандай қысымға бағынбайды. Барлық шешімдерді өзі қабылдайды. Сондықтан ол рационалды. Дін болса өктем, ол адам зердесіне белгілі бір зердеден тыс, зердеге сыймайтын қағидаларды тықпалайды. Осындай ерекшеліктері бар. Философияның әмбебаптығы оның барлық ғылымның мәнін қамтып синтездейтінінен, барлық күрделі жүйенің өзегіне бойлап, тамырына жетіп, өзінде олардың бүкіл мәйегін, нәрін, экстрактын тұндырып тұрғанынан көрінеді. Философия қарастыратын осындай күрделі феноменнің бірі дін. Ал бұдан философияның сан салалы, еркіндік, өнер, мәдениет, қоғам, тарих, құқық, техника, ғылым, махаббат философиясы, тағы басқа да тармақтары арасында дін философиясының қалыптасып отырғанын көріп отырмыз. Сонымен дін осы аталғандармен ғана емес, дін философиясымен, дінтанумен, теологиямен де зерттеледі екен. Дін философиясы, дінтану, теология үштігіне келетін болсақ, қысқаша салыстырбайсақ, дін философиясы діннің дүниеге көзқарастық проблемаларын, діннің негізінде жатқан жалпы идеялар мен принциптерді, басқа да келелі мәселелерді зерттейді екен. Ал дінтану дінді зерттейді, теология болса Құдайды зерттейді деп қысқа қайыра салсақ болатын еді. Дегенмен дінтану діннің пайда болуын, оның маңызын, мағынасын, адамға әсерін, қоғамдағы, тарихтағы, мәдениеттегі алатын орны секілді көптеген мәселелерді қараса, ал теология Құдай болмысы туралы мәселелерді қарайды екен. Дінтану Макс Мюллердің арқасында 1870 жылдан пайда болған. Дінтану кішкене объективті. Дінтануда салыстырмалы компаративистік тұрғыдан қаралады. Қандай да болмасын діндер. Ешбір дінге басымдық берілмейді.
Ал теологияда мына дін ақиқат, мына дін адасушылық деген секілді сөздерге жол беріле береді. Басты айырмашылық осы. Дінді дін философиясы, теология, дін тану ғана емес, тарих, этнология, социология, мәдениеттану, саясаттану, философия секілді көп деген ғылымдар әр қырынан зерттеуде. Тіпті бір жақты таптық тұрғыдан зерттелгеннің өзінде де, кеңестік кездің өзінде де зерттелген. Әр сала өзінше зерттейді. Ал енді дінді философиялық зерттеудің ерекшелігі неде? Соған келейік. Дінді философиялық зерттеудің ерекшеліктері. Философия діннің адам мен қоғамның рухани өміріндегі құбылыс екенін, қоғамдық сананың формасы ретіндегі мәнін анықтайды. Көзқарас түрі ретінде зерттейді. Діннің пайда болуының әлеуметтік және гносеологиялық себептерін талдайды. Діннің қоғамда атқаратын функцияларын жіктейді. Сенім мен ақылдың арақатынасы мәселелерін қарастырады. Діннің адам бойында адамгершілікті қалыптастырудағы рөлін көрсетеді. Діни сенім бостандығы мәселесін зерттейді. Профессор Нұрышеваның кітабы бойынша. Діннің мәні қасиеттілік, құдайылық, яғни абсолютті бастаудың құдайдың бар екендігінен туындайтын және соған сәйкес мінез құлық, өмір сүру тәртібін, өмір салтын қалыптастыратын көзқарас, дүниетаным, адамға күш беретін, тірек болатын, өзіне табындыратын тылсым күшпен байланыстылық және оған тәуелділік сезімі. Діннің даму сатыларына келсек, табиғи дін. Бұл кезде табиғи күш құдайлар сияқты болып көрінген. Заңдық сипаттағы дін, діни қағидалар, ережелер қабылданды және олар бұлжытпай орындауды талап етті. Ақталу діні бұл құдайдың алдындағы күнәлілік, бүкіл болмыстың қасіреттілігі, құдайдың мейірімділігі, шапағаты сезімінен туындайды. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Діннің жүйесіне діни сана, діни қатынастар, діни қызмет, діни институттар кіреді. Дінге діни ілім, діни сезімдер, діни салттар, діни ұйымдар кіреді. Діни сана жаратылыстан тыс күштерге, құдайға деген сенімнен туындайтын көзқарастардың, идеялардың, нанымдардың, теориялардың жиынтығы болып саналады. Діни сананың құрылымына діни психология, діни идеология кіреді. Олардың өзінің тағы да құрылымдары болады. Дін пайда болуының себептеріне келсек, дінтану ғылымында себептерді тамырлар деп айтады. Бұл өте сәтті ұғым болса керек. Енді соның ең алғашқысы әлеуметтік себеп болып саналады екен. Бұған сәйкес кездейсоқтық үстемдік еткен сонау алғашқы қауымдық қоғам кезінде адамдар табиғаттың дүлей күштеріне қарсы тұруға дәрменсіз болды. Оларға тәуелді болды. Стихиялық табиғат күштерін билеуге, өзіне бағындыруға, қоғамдық қатынастарда күнделікті туындап отырған мәселелерді шешуге қажетті практикалық құралдары жоқ болғандықтан, олардың сүйенгені өзінің санасының қиялдауының жемісі, яғни фантастикалық күштерге деген сенім болды. Міне түсіне білсек, бұл бірінші себеп болып саналады екен. Дін пайда болуының келесі себептеріне келсек, олар гносеологиялық және психологиялық себептер болып табылады екен. Енді бұны оқыдық, бәріміз білеміз. Скриншот жасап алсаңыздар болады. Әлбетте, мұндай кезде психологиялық, эмоциялық жағынан алғанда тұрлаусыз, абстракциялық ойлауға, қиялға, әсірелеуге, елестеуге көбірек бейім адам дінді тезірек қабылдайды. Сонымен діннің пайда болуының себептері әлеуметтік, гносеологиялық, психологиялық. Діннің көптеген қызметтерінің ішіндегі негізгілері әлеуметтік, адамгершіліктік, компенсаторлық.
Ақыл мен сенім ара қатынасындағы дінге қатысты көзқарастармен таныс болыңыздар, скриншот жасау арқылы. Екінші, үшінші көзқарастар профессор Нұрышеваның кітабы бойынша. Фейербах дінді мүлдем жаңа дінмен ауыстыру керек. Ол сүйіспеншілік діні болу керек деп айтқан. Гегельдің айтқанына келейік. Дін бұл адамзаттың ойлап шығарғаны емес, дін бұл құдіретті рухтың жемісі. Мұнда тұтас ойлардың мозаикасы тізілген. Бір ғана дінді білген адам бірде-бір дінді білмейді. Макс Мюллер. Дін табиғат туралы алғашқы мифтердің символикасы. Дін көрінбейтін рухани мәндерге сенім. Дін құдіреттік сенім. Дін тағдырға сену. Дін сакральды байланыстарды іздеу. Міне өте тамаша ойлар. Дулат Исабековтың де ойын көріп тұрсыздар. Әрине сынмен қарау керек. Назарларыңызда әлем халықтарының діни құрамы. Ең басым дін христиандық, ислам және буддизм. Бұлар әлемдік діндер деп саналады. Жалғасы, елімізде 70% мұсылман бар, 26% христиан, қалғандары өзге діннің өкілдері және атеистер мен агностиктер. Агностиктер мен атеистерді шатастырмағандарыңыз дұрыс болады. Назарларыңызда діннің сипаты, скриншот жасап алыңыздар. Естеріңізге тағы түсіре кетсем, осы слайдтан ары қарайғы мәліметтер факультативтік сипатта. Мұндағы мақсат сіздердің білімдеріңіздің толық болғандығы. Дін философиясын айта отырып, кейбір діннің түрлеріне тоқталмасақ, осы сияқты діндегі категорияларға тоқталмасақ болмас еді. Ежелгі діндерді көріп алыңыздар. Фетишизм, анимизм, магиялық, тотемдік, культке негізделген бастапқы сенімдер. Зороастризмде ежелгі дінге жатады. Фридрих Ницшенің Заратустра осылай деген деп айтқан жазғанын білесіздер. Біздің азаматтар да Заратустра дала пайғамбары секілді басқа да еңбектерді жазып жатыр. Заратустра негізгі киелі кітабы Авеста болады. Бізге де жат емес, бастапқыда түркі халықтарына да қатысты болған. Картадан аңғарғандарыңыздай, алдымызда, назарымызда буддизм діні тұр. Буддизм дінінің негізгі мәйегі жан иесіне жамандық жасамау. Ол үшін нәпсінің тілегінен құтылу керек екен. Ал бұған жетуге 4 ақиқатты білу көмектеседі. Өмір азап, азап нәпсіден туады. Нәпсіні ауыздықтаса, азаптан құтылады. Нәпсіден құтылудың 4 сатысы бар. Жүректі ояту, ниет, ақыл ойды түзету, мінез құлықты түзету, адамға ғана емес, бүкіл жан иелеріне деген рақымшылыққа, махаббатқа жету. Веда ілімі бойынша жан иесі 3 болмыстан тұрады екен: жан, тән және әркімнің өзінің қасиетін құрайтын нәзік болмысы. Будда діні өзінің даму барысында 3 кезеңнен өткен: Хинаяна, Бодхисаттва, Махаяна. Міне мұндай мәліметтерді білу біздің санамыздың масштабын кеңейтеді, зорайтады, біздің білімдерімізге тұздық болады десек те қателеспейтін боламыз. Procedamus in pace, in nomine Christi. Amen.
Христиандық тамыры тереңге кеткен дін болып саналады. Антика кезеңіндегі Сенеканың ілімі де әсер еткен. Негізгі қасиетті кітабы Інжіл, сүйінші, ізгі хабар деген мағынаны білдіреді. Негізінен 4 жанрдан тұрады. Інжілдерге келсек, Матфейдің, Марктың, Луканың, Иоанның інжілдері бар. Кейде Варнавада қосылып атады. Екінші бөлік апостолдардың арнаулы хаттары, одан кейін Христос шәкірттерінің істері туралы жазбалар, келесі ақыр заман туралы өсиеттер, яғни апокалипсис жайындағы мәліметтер екен. Негізгі 3 тармағы бар. Православия, біздің көршілес Ресей, Шығыс Европаның елдері, тағы бір қатар елдер осыған кіреді екен. Право, яғни Құдайды дұрыс түсіну деген мәннен алынған, 11 ғасырдан бөлініп шыққан. Католицизм болса, бұның табынушылары 1 миллиардтан астам, өте кең таралған. Протестантизмге келетін болсақ, аты айтып тұрғандай, қарсылық көрсету нәтижесінде Мартин Лютер қалыптастырған екен. Бұлардың да сенушілері 1 миллиардқа жуық, нақты айтқанда 800 миллион адам екен. Жалпы христиандыққа тән негізгі сипатты айтсақ, бұл жерде әке Құдай, бала Құдай, ана Құдай секілді ерекшеліктер бар екен. Негізгі ортақ нәрсені айтсақ, христиандық та, ислам да, иудаизм де бір негізден тарайды. Яғни Авраамдық дін дейді, Ибрагимдік дін болып саналады екен. Ислам діні ең кейінгі әрі жас дін деп саналады. Ибрагим пайғамбардың діні. Ислам сөзі бейбітшілік, мойынсыну дегенді білдіреді. Яғни Алланың заңдарына мойынсыну, мүмін болу. Қасиетті кітап Құран кәрім. Пайғамбарлар жіберілген Ибрагим, Мұса, Иса пайғамбарлар, соңғы пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам. Исламдағы бөліністерге келсек, негізінен сунниттер мен шииттер болып бөлінеді. Сунниттерде басты орында сунна алады. Сунна шариғат заңдарының қайнар көзі. Мұхаммед пайғамбардың іс-әрекеттері мен айтқан өсиет тұжырымдарынан тұрады. Негізгі сипаттар алғашқы 4 халифті мойындау, 6 хадистер жиынтығы мойындау, 4 мазхаб мәселесі. Қазақ халқына келсек, суннаны мойындаушыларданбыз. Ханифа ілімін ұстанамыз, Ханафи деп те айтып жатады. Суфизм жайында да айтып кетеміз, себебі бұл Қазақ даласының біраз жері мен Памир тауларының бөктеріндегі халықтарға тән ортақ құбылыс. Қожа Ахмет Ясауиді білмейтін жан кемде-кем шығар. Шиизмге келсек, шииттер негізінен Иран мен Ирактың елдерін құрап отыр. Сонымен қатар Кавказ елдерінде, Әзірбайжандарда ең негізгі шоғырланған жері Ливанда. Одан кейін Йемен мен Бахрейннің 90% шииттер болып саналады. Бұлардағы ерекшелік тек қана Құранды мойындайды, сүннет амалдарының көп ережелерін терістейді. Сондықтан мұсылмандардың заңды басшылары имамдар деп есептеп, сүннеттік халифтерді мойындамайды. Не осындай ерекшеліктер. Жалпы алғанда бейбітшіліктің діні болып саналады. Соңғы зерттеулер, пікірлер 21 ғасырдың ортасына қарай ислам діні басымдыққа ие болатынын айтқан гипотезалардан тұрады.
Тарихи деректерге қарасақ, қазақ даласына ислам діні түркеш қағанаты кезеңінде келген екен. Одан кейін Қарахан қағанаты кезінде Сатық Боғрахан исламды өзі қабылдаған. Содан кейін адамдар жинала бастаған исламға. Ол қайтыс болған соң билікке келген оның баласы Мұса 960 жылы исламды ресми түрде қағанаттың мемлекеттік діні деп жариялайды екен. Міне содан бері қазақ даласы исламды ұстанып келеді. Жалпы алғанда тіл, діл, дін ғасырлар бойы халқымыздың мәдени, рухани, имани тұтастығы мен ұлттық бірегейлігінің негізгі ұйытқысы болып келеді. Ұлттық тамыр, ата-бабамыздың дәстүрі, ұлттық мәдениет барлығы адамның ой санасына, жан дүниесіне, болмысына қасиетті құндылық ретінде орнығуы да тиіс. Біздің елімізде ислам діні ханафиттік құқықтық мектеппен сопылық ағым негізінде орныққан. Исламның қазақ даласына тез жерсінуіне дәстүрлі мәдениет пен дінге дейін болған тәңірлік наным сенімнің арасындағы үйлесім әсер етті. Бұл ретте елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Сындарлы 10 жыл» деген кітабына сілтеме жасап айтатын болсам, ислам дінін қабылдаған қазақтар Құран ережелерінің негізінде де исламға дейінгі дәстүрлі ырым-жораға да табиғи түрде және бір мезгілде мінәжат ете алатын болған. Осылайша қазақтар өздері үшін жаңа араб дінін қабылдағанымен өз бабалары түркінің көшпелі тайпаларының рухани мұрасынан да көз жазған жоқ деп айтып кеткен. Не осыған қарап біз дін мен мәдениеттің, дін мен дәстүрдің бітісіп кеткенін, бір-бірінен ажырағысыз екенін айқынан қарамыз. Негізгі діндермен қатар тәңіршілдікті қысқаша сипаттап өтейік. Бұл түркі халықтарының исламға дейінгі негізгі діни нанымы. Тәңір ежелгі түркілердің, оның ішіндегі қазақтардың сенген бағзы монотеисті құдайының аты. Тәңіршілікте ешқандай пайғамбар жоқ. Осы сияқты о дүниеде жоқ. Жарық өмір тәңірдің сыйы. Тәңір бірегей, бір тұтастық болып саналады. Барлығы табиғат заңдары да тәңірден бастап алады. Табынудың басты объектісі тәңір, мықты, құдіретті, ер бейнесінде. Омай-ана түсінігі бар бұл жерде. Негізінде шумердің зеңгір, яғни зеңгір деп бізде көк аспанды айтады, сол сөзімен үндес болып тұр тәңір. Биікте көк тәңірісі, төменде жер жаралған. Екеуінің арасында адам баласы жаралған. Омай-ана болса, молшылық, құт береке мен періштелердің, кішкентай сәбилердің барлығының құдай анасы болып саналады. Бұл жерде басты айтатын нәрсе таң және іңір ұғымы. Тәңір, таң, іңір сөздерінің қосындысы деп айтылып жүр. Дін деп есептелмейді тәңір, тәңіршілдік. Оның себебі дін болып есептелу үшін қасиетті кітаптар болу керек. Библия, Құран сияқты. Тәңіршіліктің қасиетті кітабы алтын бітік, алайда бұл түп нұсқасы әлі нақтыланбаған алтын бітіктің. Әр жердегі балбал тастар жеткіліксіз, біразы жердің астында көміліп қалған. Солардың барлығын құрастырып, қарап біткенде ғана алтын бітік құралады деседі. Сондықтан әзірге наным деп, дін деп емес, наным деп қана айтатын боламыз. Бұдан кейінгі слайдтарда скриншот жасап отырыңыздар. Эманация және пантеизм.
панентеизм, теизм, деизм, Құдай, атеизм, агностицизм, шіркеу, секта, секуляризация дейді бұл жерде. Дін мен мемлекеттің бөлінгендігі. Дін мен мемлекет, сайырлы мемлекет, мысалы біздікі, теократиялық мемлекет, діни мемлекет. Идеология және дін. Идеология мен дін өте үйлеседі. Қасиет, құдірет, сакралдылық бұл негізгі мәйегі кез келген діндегі. Эзотеризм, мистицизм, трансценденттілік, оккульттік, қандай да бір тылсымдық, мәдениет және дін. Барлық дінді зерттегенде алдымен мәдениетті зерттеу керек. Онсыз ешқандай да дінді зерттеп білу мүмкін емес. Мәдениет пен дін бітісіп кеткен деп айтқанбыз. Дін, тіл, өнер, тарих, әдет, ғұрып, салт, дәстүр барлығы бір-бірінен ажырағысыз. Онсыз түсінілмейді. Дін, мәдениет және экономика бұлар да бір-бірінен ажырағысыз. Католикте болсын, исламда болсын, діни шаруашылық моделі қалыптасқан. Жаңағы слайдқа қарасақ, соның дамып отырғанын көреміз, сол ойдың. Дін және экономика, шаруашылық бұл жерде де. Діни сенім бостандығы заңнамада көзделген. Кез келген адам бізде өзі ерікті. Қандай? Дінді ұстанатын жөнде. Діни наным бостандығы бізде конституциялық түрде бекітілген. Ешкімді зорламайды, мәжбүрлемейді. Тарихқа көз жүгірсек, дін негізінде қаншама соқтығыстар, қақтығыстар, қантөгістер болған. Қазіргі кезде ол қажет емес. Бізге қазір бірлік керек. Мәдениеттердің, діндердің келісімі керек, сұхбаты керек. Құдай көкте емес, Құдай біздің көкірегімізде. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз айтып кеткендей, діннің тақырыбы мына слайдпен бітпейді. Ол ғасырлар, мың жылдықтар бойы ақырына дейін созылады. Себебі мәнділік қана емес, діннің қарастыратыны мәңгілік.